Бүгіннен бастап мен бұйырса қораға кірді. Бүгіннен бастап байланатын болады. Бүгіннен бастап орда қыланады бұл. Ей, оппа, кір давай тез семір. Көп же тоқтамай. Осы жағдай. Кіресап тұшқаны несі. Осы жағдай. Достар, бұл бентабак. Бентабакты сіздер малдарға берсеңіздер, бордақылаған, байланған, жемдеген малдарға берсеңіздер тез семіреді. Бұның ішінде көптеген витаминдер бар. Пайдаланыңыздар, өнімі, нәтижесі өте жақсы. Ал бұл дәрі болса, лақ қозының көктемдегі төлдеп жатқан кезде ақ тышқақ, яғни тышқақтап бір-біріне жұғуы инфекциясы. Осының алдын алады, осыны тышқақты жазады. Қолданыңыздар. Мен бұған 700 грамдай арпа берем. Таңертең 700, кешке 700. Сонда мөлшері 1,5 килограмм жем жейді күніне. Содан жоғары қартай ақырындап көтере береміз. Міне. Осындай қораған мына жерге қамап қойдым. Өте жақсы бол. Мына жерге қамап қойып едім. Суды астынан бере салам. Жемән жерден жейді, шөптен жерге сала салам. Оңай. Ал бақылап көреміз осыны енді. Қазірге еті. Бүгін 2-ші күн. Қора, бүгін 1-ші күн түнеп шықты қорада. Яғни кешеден бері қаратай басталды. Бұның жағдай. Осындай етпен енді. Осыменен бұйырса 45 күн байлаймыз. Қандай жағдайда болар екен. Арт жағынан қарағанда осындай. Міне бұйырса. Міне мына жерде 2 аша шөп. Кешке 2 аша жейді, таңертең 2 аша жейді. Средний ақшалар. Осындай. Жоңышқа рулон. Осы жоңышқа. Бірінші рулоны да бітірейін қалды. Қарны шығып домаланайын деп қалды міне. Күніне жемін жеп жақсы болып тұр. Осылай жағдайы. 2 уақыт суы бар. Жем бар. Жем дегенді жалаңдап тұрып жеп тұр. Бұйырса мені 22 күнде болып қалды. Қалайсың? Торка, чо там? Жуас адамға жақында өз кәдімгі қол ескейтін болды. Ойнақтайды еще. Жем әкегенде кісінейді әбіл. Жем әкесен кісінейді. Чо там, Торка? Үркіп тұр, қатты үркіп тұр. Чо там, Торка? Міне. Домаланып болған сияқты. Осы мені саған толып келеді. Шөпті шашып жатыр достар. Сіздерден бір ақыл кеңес. Мына шөптің бәрін ақырдан шаша береді. Соны қалай істесек болады? Шашпайтындай. Міне. Жалпақ. Күніне бұйырса қазіргі уақытта басынан басып где-то бір 10 күннен кейін 1 килограммнан жем жеп жатыр. Қазір 1,5 килограмм жем жатыр. Енді ақырында осы 1-2 күнде тағы 2 килограммға көтерем. Міне, Торканың жағдайы осы. Мысық менің марғауым. Мына жерден шөп жейді. Астын тазаламайым, бірақ тазалаймын. Мына жерді бәрін қоршап тастағым осылай. Өздеріңіз білесіздер. Бұл менің мысығым. Міне қанша қазы береді екен енді бұйырса. Аман есен. Жақсы қазы берсе дұрыс болатын еді. Міне шөп деген жоңышқа. Айтпақшы достар,
видеоның аяғында есептеп жазам, қанша жем кетті, қанша шөп кетті деген сияқты. Пока күніне бір рулон жоңышқа қой. 10 күнде бір рулон жоңышқа жібереді. Что там, қалайсың? Шарик болып келатыр бұйырса. Қайырлы күн, құрметті достар. Міне бұл Тортайға, Торқұнанға бұйырса міне бір ай болды. Тұп-тура бір ай. Ақпанның 9-ы, яғни 8-і күні кірген осы қораға. Міне бүгін Наурыздың 9-ы. Өте осындай жағдайда. Көбін жеп тұр, жемін жеп тұр, ойнай кейін істеп тұр. Мына тар қораның ішінде ойнақтайды. Қазы байланып келе жатыр бұйырса ақырындап. Жаясы домаланып келе жатыр. Жаймен. Енді бұйырса бір 15 күн, 10 күн байласам, мына 40 күндей болып қалады бұйырса. Бір жарым елдей беріп қалу керек, иншалла деп отырмыз. Торқұнан. Қазірге жеп жатқан жемдерді көбейттім. Бидай қосып қойдым. Бұрынғы жеміне мөлшері 800 грамдай бидай қосып қойдым. Оның бәрін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдын ала рахмет. Қайырлы күн достар, міне Тортайдың ай күні толып жетіп тұр. Бұйырса қанша күн болды? 45 күн болды. 45 күн болды. 45 күнде. Ал достар, қанша ел қазы шығады айтыңыздар. Міне жағдайы қалай. Енді соғанда көреміз. Дөнен деймін. Дөнен деймін, кәстісін көресіз. Кішкентай сондай тұқымы. Дөнен шығады. Дөнен деймін, дөнен. Айрасаш дөнен болған. Есеп бойынша сондай болған. Ей! Қайда? Қай жерде ол? Қай жерде тұр дейді? Жиышқа арқан қайда ол? Контент болады ол. Ал ау, кіргізгеннен бастап түсіріп келетім. Міне. Әкең тұлпар, шешең сұңқарды. Сол өмдөнінің де 8 арқар. Сен кетсең торбесті бар орның басарды. Бачыттан ашан су жүріп тұр ғой бұны. Акарел 50 грамм дәкін. Азайдайын, кел. Сән екені, семіз екені. Ал, өлче. Бар, екеу бар. Екеу бар екен. Ай, бөлі красат. Бөлінің өші. Семіз екен. Акеле. Айбет. Бар ғой, бір жарым елі бар. Ойбай, Нарлан, сен сағатты шықымтан Міне достар, бір жарым ел қазы 45 күндегі байланған. Бір түрлі сойыс болды. Бірінші рез көрді. Міне достар, Құнанның берген қазысы. Екі ел, бір жарым ел деп айтсақ та болады. Қазы. Жетеді. Лайықты қазы өзіне. Оған аттарға мініп, тілдей аттар. I'm very happy because it's very simple.
Çatış yaptık mı? Kayıp.